Өмірі өнегелі өрілген тұлғалардың есімі де, еліне еткен еңбегі де жылдармен бірге жаңғырып, халық санасынан мәңгі өшпейтіні хақ. Бүгінгі шолуымыз ел сыйлаған, бүгінгі күні есімі ерекше құрметпен аталып отырған қайраткер келбеті туралы. Елім деп еміреніп, жұртым деп жүгініп қызмет еткен арыстарымыздың бірегейі Дінмұхамед Ахмет Қонаев турасында біраз ақпараттермен бөліспекпіз. Қай заманда да ел басқарған адамдардың сан қырлы, тіпті сан қилы саясаттағы өмірі әркез тіпті олар саяси сахнадан бір жола кетсе де қызу талқыланып, тіпті қым-қиғаш пікірлер алаңына айналған. Қазақ Совет Социалистік Республикасын ұзақ жыл басқарған Дінмұхамед Ахмет Қонаев та осы бір қайшылыққа толы саяси тұлға. Дәуір дәулескерінің сол қиын қыстау кезеңде қабылдаған кейбір бейтарап саяси шешімдерін Кеңес одағының шеңберіне байланған қысымнан деп те қабылдауға болады. Дей тұрғанмен ел үшін ештеңеден аянбаған Дінмұхамед Қонаевтың сол кезеңдегі социалистік, бүгінгі тәуелсіз еліміз үшін жасаған еңбектері бұнымен шектелмейді. Қонаев Қазақстанды басқарған жылдары оның бірінші басшы ретінде жасаған жұмыстарын ешкім жоққа шығармайды. Ол кісінің шапағатын көрген жандар да көп. Мәселен, қоғам қайраткері қазақ өнерін жоғары бағалаған, тіпті өнерде жүрген жандарды жан-жақты қолдап, қазақ мәдениетінің дамуына ықпал еткен. Өнер ордалары салынып, мәдениет үйлері өз қызметін бастаған. Қазақ жерінің барлық аймақтарында дерлік білім және мәдени ошақтар ашылып, тұрғын үйлер тұрғызылып, әлеуметтік нысандар салына бастаған. Өз халқының көрнекті, адал перзенті бола білген терең тұлғаның өзі өмір кешкен заман шындығы мен тұлғалық қалыптасу жолдарымен таныс болғыңыз келсе, Дінмұхамед Қонаев кітабын оқуға кеңес берем. Аталған кітапта сырлы сұхбаттар, замандастар естелігі, өмірінің әр кезеңнен хабар беретін фотосуреттер берілген. Ел тарихын әйгілі тұлғалар арқылы тану мүмкіндігі тәуелсіздік жемістерінің бірі. Қазақ халқының тарихында есімі еңселі, тұғыры биік, ардақты азаматтар көп ақ. Қазақ қайраткерлеріне тарихи тұлғалар кемде емес. Жылдар өткен сайын олардың алып тұлғалары биіктеп, жарық жұлдыздай жарқырайтынына көз жеткізіп те жүрміз. Кейінгі ұрпақ соларға қарап бой түзеп, ой түзейтіні анық. Олай болса, өз ұрпағымызға тарихымызбен тамырлас қайраткерлерімізді кеңінен насихаттайық.